Енді оны қыздарымыз тексеріп, нәтижесінде бірінші сауалнамамыз ғаламторды қаншалықты жиі қолданасың деген сұрақтан тұрды. Аптасына бір рет, күніне бірнеше рет, күніне бір рет, аптасына бірнеше рет деген таңдау керек болды. Осының ішінде көріп тұрғандарыңызда 50% күніне бірнеше, жарты сағаттан бір сағатқа дейін деген жерде өте көп оқушылар естіген жауап берген. Үшінші, қандай мақсатпен ғаламторды пайдаланасың деген сауалнамада қажетті файлдарды көшіріп алам, музыка, кино, тағы басқа. Бес оқушы мүлдем қолданбаймын, 0, қарым-қатынас үшін 2, тауар сатып алам, 0, ойын және әртүрлі қызықтар үшін 2 оқушы, жаңалық оқимын, өкінішке орай 0, ешқандай оқушы жаңалық қарамайды екен, сабақ үшін 10 бар. Қарап тұрсаңдар, ең көп пайызы не екен? Сабақ үшін ғаламторды пайдаланады екенбіз. Енді бұл былайша айтқанда құлағыңызға сәл жағым беріп, сабақ үшін болса, онда жария. Одан кейін қажетті файлдарды көшіріп аламын. Екінші орында осы екен. Енді тест сағат уақытыңызды жұмсайсыз, таңертең ұйқыдан тұра сала смартфоннан бүкіл әлемдегі жаңалықтарды көре аласыз. Кімнен хат келді, достарым қандай суреттер салды, әріптестерім қай жерде демалып жүр, және көршім қандай тамақ істеген туралы ақпаратты бірнеше секундта білесіз. Совет, бұл қазір видеоарнасы. Қазір мен сіздерге өміріміздің ажырамас бөлігіне айналған әлеуметтік желілер туралы айтамын. Технология әлемінде болып жатқан жаңалықтардан хабардар болу үшін арнамызға тіркеліп қоңырауды басыңыз. Жаңа бейнероликтерді жібермей көріңіз. Сонымен, әлеуметтік желінің пайда болу тарихына көз жүгіртейік. 1995 жылы ақш азаматы Рэнди Конрад класс таңдаманда екеу аласыздар. Қайсысы көбірек пайдаланады? Ол екеу ал. TikTok-шар пайдаландар, WhatsApp, TikTok. Так, ер адамдар мынаны түсіндіріп кетейін. Бағалау сұрақ-жауап. Қазір осы сұрақ-жауап бойынша 5-4-3-тегі бағамен бағаланады, жауап берген. Одан кейін үй тапсырмасы, үйге берілген тапсырма бойынша қорғау болады. Оған да 5-4-3 деген бағамен бағаланады. Одан кейін компьютердің пайдасы мен зияны, бұл да үй тапсырмасына берілген қорғау жұмысы болады. Оған да 5-4-3 деген бағамен бағаланады. Топтық жұмыста сендерге не берген? Интернетті пайдаланудың тәртіптері қандай керек бізге? Себебі егер біз тек қана алаяқтар. Кім айтады? Толықтырамыз. Ал Google деген қандай мағына береді? Бүкіл қоғамдық іздеу жүйесі деген мағына береді. Шексіз деген. 9 жылы 29 қазанда 4 адам оны ұйымдастырып шығарды, енді оны ARPANET деп атады. Кейін интернет. 4 адам ұйымдастырып шықпай тұрып ең бірінші интернет емес, қандай желі болып шықты? ARPANET. Ол 4 адам кейін шығарды. Жақсы. болмайды деп ойлаймыз. Өзінің жеке мәліметтерін жариялауға болмайды. Мысалы, логин пароліңді және өзіңе тек өзіңе қатысты заттарды жариялауға болмайды. Жеке басымызға қатысты нәрселерге. арқылы бір адамды екінші адам оған қоқан лоқын көрсетіп зорлық зомбылық жасау. Небір бөлігінде тек қана көп түрлері бар. Бұл сөз ағылшын тілінен шыққан және ол бұқа деген мағынаны білдіреді. Жасөспірімдер арасында
Алматыдағы кең таралған виртуалды лаңкестік жүйесі. Бізде көптеген қауіпсіз интернеттер бар, және олар Chrome, Google, Facebook, VK, YouTube, Яндекс, және WhatsApp, Instagram тағы да басқа. Және бізде Chrome бізде ең алғаш 2008 жылы 11 желтоқсанда қаланып, 2011 жылы жаңа нұсқасы шықты. Google бізде 1998 жылы құрылып, айына 41 миллиард 345 миллион сұраныс қабылдайды. 191 тілде. Символдарды серверлердің жиынтығы. Интернеттің зияны да және пайдасы да бар. Интернетте жұмыс жасаудың ережелері 20-25 минут сайын көзге жаттығу жасау, ғаламторға тәуелді болмау, бөгде адамдарға жеке ақпарат бермеу. Интернеттегі қауіпсіздік. Ол танымайтын адамдардан келген сілтемелерге өтпеу, геолокациялық серверлерді қолданбау, қоғамдық парақшаларда үйіңіздің мекен-жайын жазбау, қоғамдық желілердегі жеке профильдеріңізді бөгде адамға көрінбейтіндей бақылау, және интернеттің зиянды жақтары өте көп. Интернетте деген тәуелділік пайда болады, әлеуметтік желілерде шектеліс пайдалану, сананы улау. Керек, ол біздің өмірімізге қажет, және интернеттің пайдасы зор. Қазіргі таңда интернет әлемдік қауымдастықтың негізгі ақпараттық коммуникациялық құралына айналып отыр. Бұл тұрғыда қарапайым халықтың күнделікті өмірдегі байланысқа деген қажеттілігі туралы айтпасақ та болады. Интернет мүмкіндіктеріне шектеу қойсақ, әрине Жақтарды өте көп. Солардың бірі интернет арқылы адамға кибербуллинг жасау. Яғни бұл қазіргі кезде осы заманда көптеп дамып жатыр. Осы бізде интернетке кіру 2018 жыл 1 қаңтарында 366 миллион адам осы бізде интернет арқылы солайынан қауіпсіз деген. Айтып айтамыз ғой, қауіпсіз ғаламтор, қауіпсіз қандай ғаламтор, қауіпсіз деген. қауіпсіз ғаламтор ол ғаламторды пайдаланудың барлық жақтарын білсек, ғаламтор біз үшін де басқалар үшін де қауіпсіз болады. Ал егер біз ғаламторды пайдаланудың барлық жақтарын алады, әсер ете алады. Олай болса байла, жан-жағыңа қарайла, менен алып кеңес бар, жадыңда сақта жарайма. Ол жерде сені арандайтын, қыр соңынан қалмайтын, алаяқтар көп көрсе қалап берін деп алдайтын. Ойыншық берем десе де, қыдатамын десе де, кездесу үшін онымен шыға көрмек көшеге. Ақпараттық желіде отырады сиріп кереде, сенелеріне бәріне ақпараттық желіге. Мекен жайыңды көрсетпе, нөміріңді де көрсетпе, осылайша өзіңді қорғадым деп есепте. сені мазақ ететін, мақсатына жететін тролльдер бар, өзіңді жынды қылып кететін. Ойын ойнап отырып, терең ойға батырып, шыға келу бек бүгін сен үшін мүлде жат тақырып. Ғаламтор онсыз болама, дақ түсірме санаңа, сайтан сайттар кездесте аулақ болдың жолама. Ақпараттық сұрыпта жаңа сайтқа құлықпа, компьютерді сүзгілі орнақты ұлықта. Анасаң барын көрген өзгерсеңіз өзге, шығайын көрген қызық деген ғаламторыңыз өзге.